Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? 2022 жылдың қыркүйек айына егіздер белгісіндегі жандар үшін таро расклад. Егіздер сіздерді не күтіп тұрғанын, қандай маңызды өзгерістер, қандай маңызды жаңалықтар күтіп тұрғанын көрейік қанекей. Бірінші карта бізде маг, старший аркан, начало. Бір жұмысты, бір істі, бір нәрсені жаңадан бастау, жаңадан бастама. Может, жаңадан жұмысқа орналасуыңыз мүмкін, не болмаса бір жаңадан бизнес бастауыңыз мүмкін. Бұл салада сіз бұрын болмағансыз, бұрын істеп көрмегенсіз. Или болмаса білім алу, жаңағы өзіңізге таныс емес нәрсені жаңадан бастау. Бірақ бұл салада сізді үлкен жетістіктер, үлкен жеңістер күтіп тұрғанын ұмытпаңыз. Өте жаңағы көп күш салғанның арқасында жақсы білім алып, жақсы бұл салада жаңағы өсесіз. Қаржы жағынан болсын жақсы мүмкіндік, шексіздік белгісі тұрғаннан кейін бұл сізде өте көп мүмкіндіктің, көп возможностьтің бар екендігін айтады. Яғни болашақта бірден болмаса да біраз білім алып, біраз уже бұл салада үйренкеннен кейін болашақтағы результаты сіз үшін өте керемет. Бір бастама бастап, жаңағы жұмыс ауыстырып жатсаңыз, или болмаса бір саладан білім алайын деп отырсаңыз, қыркүйек айында мен сіздерге айтарым, рисковать етіп бастау керек, жасау керек, қорықпағаныңыз жөн. Келесі карта восьмерка пентакль. Бұл салаға жаңағы өте көп күш саласыз. Білмеймін, жаңа жұмысқа байланысты деп ойлаймын. Восьмерка пентакль өте ұзақ, өте көп еңбектенесіз. Бірақ соңында сіз өте үлкен нәтижеге қол жеткізесіз. Пентакль өзі ақшаның картасы болғаннан кейін сіз ақшаға, жаңағы жақсы қаржыға кенелесіз деген келеді. Жасайсыз, еңбегіңіз жасайсыз, бірақ соңында өзіңіздің еңбегіңізді жетістігіңізге жаңағы жетіп, ойлағаннан да көп мүмкіндік, возможность бар сізде. Сондықтан ерінбей, еңбектеніп жасау керек сіздерге. Жаңағы бастамаларыңыз болса, қорықпаңыз, ары қарай жүріңіз. Қорқудың түк те қажеті жоқ. Келесі двойка мечи. Ішкі қорқыныштарыңызды, өзіңіздің ішкі бір переживанияларыңызды жеңулеріңіз керек. Мечи адамның ішкі қорқынышы, переживаниясы, бұны жеңу керек, қою керек. Және де двойка мечи бұл екі нәрсенің арасында таңдау жасау. Екі жұмыстың, екі істің, екі адамның, мысалға, жаңағы біраз тыныштықта қалып ойлану қажет. Жаңағы бір жол жоқ сияқты алдыға басатын сондай бір ситуациялар болуы мүмкін сізде қыркүйек айында. Бірақ та сізге алдыға қарай қадам басатын жол бар. Тек дұрыс таңдай жасау білу керек. Ішкі жаңағы дауысқа мән бергеніңіз үшін, асықпай ойланғаныңыз үшін. Және де ішкі қорқыныштарды, ішкі переживанияларды тастап, алдыға қадам жасау керек. Қыркүйек айында сіздерді өте жаңағы бір мүлдем егіздер, жаңағы уақыттарыңыз болмайды басқа нәрсеге. Бір жұмыс басты болып, бір іспен айналысып, жаңағы үнемі қозғалыста, үнемі белсенділікте жүретін боласыздар. Егіздер, сау болыңыздар, кездескенше аман есен болыңыздар. Және де менің айтатыным, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, үнемі қолдап отырыңыздар.